Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай дастарханның көркін ашатын дәмі тіл үйіретін бауырдан жасалған рулетті ұсынғым келіп тұр. Ең алдымен бауырымызды кубиктап турап аламыз, сосын оны блендерге саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаның сары-уызын және чеснокты, оның үстіне сүтімізді және пиязымызды салып, 3 ас қасық ұнымызды қосып, бетіне тұз, бұрышымызды салып, блендердан ұнтақтап, майдалап аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Одан кейін 2 жұмыртқаның ақ-уызын салып, жақсылап көпіртіп аламыз. Көпірген ақ-уызымызға бауырдан жасалған массамызды аз-аздан сала отырып араластырамыз. Енді листіміздің үстіне пергамент қағазын төсеп, дайын болған массамызды құйып отырып, бір келкі етіп жайып аламыз. Сосын 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пешіңіздің жылытуына қарай өзіңіз ыңғайластырасыз. Енді рулетіміздің салмасын дайындаймыз. Оған 2 орташа сәбіз керек болады. Мен оны қайнатып дайындап қойдым. Енді оны үккіштен өткіземіз. Сәбіздің үстіне укроп сала отырып, майонезді қосып жақсылап араластырамыз. Немесе укроп салмасаңыз да болады, ол өз қалауыңыз. Сәбіз қоспасаңыз да болады. Майонездің орнына плавленый сыр қоссаңыздар да болады, ол да өте керемет шығады. Дайын болған рулетіміздің бетінен пергамент қағазын асықпай ала отырып, ыстық күйінде рулет секілді орап қоямыз. Мен рулеттің астынан тағы бір пергамент қағазын қойдым, өзіме ыңғайластырдым, 2 рет аударып отырмас үшін. Оралған рулетімізді суытып қоямыз. Салқын рулетімізді алып, оны ашып, бетіне салмамызды саламыз да бір келкі етіп жағып шығамыз. Рулет секілді орап, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Рулетіміз дайын, өте сапалы, әдемі, дәмді болып шықты. Сіз енді лист салат қойып, немесе укроппен сәндеп, әрлеп қойсаңыздар болады дастарханға. Алда шығатын рецепттерді жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып, каналыма тіркеле кетіңіз. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Сау болыңыздар демеймін. Келесі видеода кездескенше.